Мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын қолдауға және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға тиіс. Бүгінгі дәуірдің дидары басқа, замана қарқыны алапат. Бұл заманның керуеніне ілесу қиынның қиыны. Сондықтан болашаққа бағдар керек, басқаша болжам керек, терең тәсіл керек. Осы керектердің жолында мемлекеттік қызметшілерге зор міндеттер жүктеліп отыр. Талап та қатаң, оған сыншы да мол. Сонда адамды осы жүгі ауыр қызметтен не ұстайды деген орынды сауал туындап жатады кейде. Мемлекеттік қызметшінің басты мақсаты халыққа адал қызмет ету. Бұл жолда олар халықтың мүддесін жоғарғы қойып, әділ шешім қабылдап, қарапайымдылық, адамгершілік танытуы тиіс. Мемлекеттік қызметкер әртүрлі қоғам мүшелерінің өкілдерімен жұмыс істейтіндіктен аса үлкен дайындықпен қызмет атқаруы тиіс. Елімізде осыдан 12-13 жыл бұрын мемлекеттік сатып алу туралы заңы қабылданды. Бұл заң сыбайлас жемқорлықтың жолын кесуге, көрсетілетін қызметтердің оңтайлануына тиімділігін тигізді. Алайда осы заңның аясын дұрыс пайдаланбай, көптеген мемлекеттік қызметшілер сыбайластыққа, жемқорлыққа барды. Мемлекет қызметке кір келтірді, теріс қылықтарды жасады. Бұндай заңбұзушылыққа мемлекеттік қызметшілер бармауы тиіс. Бүгінде көптеген қоғамдық бірлестіктер, олардың ішінде жастар мен әйелдер мен жұмыс жасайтын, сондай-ақ діни бірлестіктер мен әлеуметтік тапсырыс негізінде мемлекеттен гранттар ұтып, өз жобаларын жүзеге асырады. Осы жұмыстардың айналасында болатын заңбұзушылықтарды телеарнадан көріп, радиодан естіп жатамыз. Біз мемлекеттік қызметшілер ешқашан бұндай індеттерге бармауымыз қажет. Мемлекеттік қызметтің негізгі қағидалары болады. Ол қандай қағида? Заңдылық, қазақстандық патриотизм, азаматтардың құқықтары, олардың бостандығы мен заңды мүддесінің мемлекеттің алдындағы басымдығы. Міне, осыларды сақтауымыз қажет. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің орындауға міндетті негізгі әдептілік талаптары да бар. Яғни, мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтарды жасамауға қажет. Қызметтік ақпаратты жарияламауға, оның ішінде әлеуметтік желілер арқылы Қазақстанда тұратын барлық ұлттың салт-дәстүрлерін және тілдерін құрметтеуге, өз өкілеттігін атқара отырып, жеке және заңды тұлғалардың қызметтерін жеке мүддесі үшін пайдаланбауға қажет. Осы секілді әдептілік талаптарды әрбір мемлекеттік қызметші қатаң сақтауы тиіс. Сонда ғана ісімізде ілгерушілік, бойымызда адалдық, елімізде даму болады.